Өте нәзік, өте дәмді, сочный тамақ дайындап үйренеміз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Бұдан да күшті тағамдар келесі видеоларды салып отыратын боламын. Ол үшін бізге ішекті тазалап жуып шайып алуымыз керек. Туралған пияздың үстіне күрішімізді саламыз. Дәмін келтіру үшін бізге кептірілген чеснок, қара бұрыш және тұз қажет болады. Мен мына жерде фаршымды салып дайындап қойғам. Менен бір лайфхак. Ішектің төмен жағын байлап, басына осылай баклажканы кесіп байлап қоямыз. Фаршымызға бір стакан су қойып араластырамыз. Фаршымызға бір шыны су қосуымыздың себебі құрғақ фарш ішектің ішіне жүрмейді, және де күрішіміз суды өте қатты жақсы көреді. Судың бәрін өзіне тартып алады. Дайындалған ішегімізге дайын болған фаршымызды саламыз. Лайфхак осылай жасалынады. Мұқият қарап алсаңыздар болады. Ішекті ортасынан байлаймыз, қатты ұзын қылмаймыз. Ішіне салатын салманы да нығыздамай, еркін тұру үшін бос қылып байласаңыздар болады. Мінекей. Қазанға салып қайнатып аламыз. Еттің сорпасында көбік талғандай, бұның да көбігін аламыз. Бір қасық томатқа су қойып араластырып, сорпамызға құямыз. Көк пияз, тұз салып, тамағымызды қайнатамыз. Бір қайнап шыққаннан кейін шұжығымызды осылай тіс шұқығышпен тесіп, ауасын шығарып аламыз. Шығармасақ, әйтпесе шұжығымыз жарылып кетуі мүмкін. Вуаля, өте дәмді. Бұл шұжықты суыған кезде кессеңіздер, өте әдемі кесіледі. Қараңыздаршы, видінің өзі қандай керемет. Жеген кезде тіліңді бірге қосып үшті қоятындай болады. Осылай көк пиязды бетіне сеуіп ұсынуға болады. Келесі де қандай видео салайын, комментарий жазып қалдырыңыздар.